Мектеп алды даярлық сынып. Білім беру саласы таным. Оқу қызметі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Тақырыбы: жемістер мен көкөністер. Мысалдар шығарамын, цифрларды бастырып жазамын. Мақсаты: көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу. Шаттық шеңбері. Айда біреу аспанда, күнде біреу аспанда, тұра тұғын елжіреп, бәрімізде бір жүрек. Бірінші тапсырма. Сырымның отбасы жемісті жақсы көреді. Кімнің нені таңдағанын ата, жауабын жапсыр. Сырымның әкесінде 3 алма, 1 алмұрт бар. 3 алмаға 1 алмұртты қосса, қанша жеміс болады? Жақсы. Осы тапсырмалар сияқты басқа тапсырмаларды өзің орындап көр. Өте жақсы. Екінші тапсырма. 3 санын қаламмен бастырып жаз. 3 санын қалай құруға болады? 2-ге нешені қосса 3 саны шығады? Тамаша. Үшінші тапсырма. Алмаға жазылған амалдарды орында. Жауабы бойынша алмаларды сол түспен боя. 4-тен 1-ді азайтса неше болады? Жақсы. Келесі алмадағы сандарды өзің шығарып көр. Өте жақсы. Кері байланыс. Өте жақсы.